Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен баклажаннан осындай керемет қытырлақ әрі өте дәмді рулет дайындап үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге 2 жұмыртқа, ұн және де ұсақталған осылай сухари керек болады. Және де 2 баклажан қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызға тұзымызды салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай. Ендігі кезекте баклажанымызды осылай жұқалатып, ұзын етіп турап алатын боламыз. Енді туралған баклажанымызды ең алдымен ұнға аунатып аламыз. Онан кейін жұмыртқамызға салып, тағы да екі жағында жақсылап аунатып алатын боламыз. Және сухариімізге осылай жақсылап аунатып алатын боламыз. Тура солай жалғастырамыз барлығында. Ендігі кезекте осылай табамызда қызып тұрған майымызға барлығын салып, жайменде қызартып қорып алатын боламыз. Екі жағында осылай аударып, әдемілеп қорып аламыз. Астында отын қатты жоғары қоюдың қажеті жоқ, әйтпесе күйіп кетуі, қатты қызарып кетуі мүмкін. Орташа деңгейде отын жағып қойсаңыздар болады. Мінекей біздің баклажандарымыз пісті. Осылай ыдысымызға алып аламыз. Тура солай барлығын әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Біздің баклажандарымыз дайын, осылай әдемі болып пісіп шықты. Енді ішіне салмасын дайындап алатын боламыз. Бізге майонез, чеснок, қызанақ қажет болады. Чесногымызды осылай жақсылап ұсақтап турап аламыз пышақтың көмегімен. Егер сіздерде чеснок езетін болса, сонымен ұсақтап алсаңыздар да болады. Мен пышақтың көмегімен осылай ұсақтап турап алдым. Ұсақталған чесногымызбен осылай майонезімізді жақсылап араластырып аламыз. Біздің соусымыз дайын, ішіне салатын. Ендігі кезекте қызанағымызды турап алатын боламыз. Тура видеода көрсетілгендей етіп турап алсаңыздар болады. Ішіне укроп қоссаңыздар болады, немесе петрушка қоссаңыздар болады. Салат жапырақтарын қоссаңыздар болады. Оның барлығы өз еркілеріңізде. Мен үйде бар қарапайым заттардан қолдандым.
осылай қызанағымызды да әдемілеп турап алатын боламыз. Ендігі кезекте осылай баклажанымыздың ішіне соусымызды, яғни майонезімізді осылай сүріп аламыз. Көріп тұрсаңыздар, үйде бар заттардан қолдандым. Жай ғана майонез, чеснок и помидор қостым. Соның өзінде ерекше әдемі болып шығады, дәмі де өте күшті болады. Осылай әдемілеп орап аламыз. Тура солай жалғастырамыз. Мен тағы да бір рет көрсетейін. Осылай барлығын осылай әдемілеп орап алатын боламыз. Мінекей біздің рулеттеріміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай ерекше дастарханның сәнін кіргізетін, қонақ күткен кезде де ерекше болып көрінеді дастарханыңызда. Видеом ұнаса, рецепт ұнаса, видеома лайк басыңыздар, каналыма тіркеліп, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ас болсын!